Сәлем достар, бүгін қайтарымсыз грант ұтып алған адамдарға ең маңызды ақпараттарды айтатын боламын. Грантты алып, қате жіберіп алып, кейін ақшасын қайтаратын адамдар жиі болып жатады, Бұндайдан қалай сақтанамыз, толық түсіндіріп беретін боламын. Сіздер маған тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Пайдалы ақпарат болады деген үміттемін. Ал ендеше кеттік. Грант ұтып алдың, енді не істеу керек? Міндеттер, есеп беру, қателіктер, топ 5 қателік. Ал ендеше кеттік, Грант алғаннан кейінгі алғашқы қадамдар. Ең алғаш сіз грант ұтып алды деген SMS құттықтаймыз, осындай грант ұтып алуыңызбен деген сияқты SMS келеді. Келгеннен кейін сіздер не істейсіздер? Бірінші ИП ашасыздар. Егер ИПларыңыз жоқ болса, ал бар болса, сол ИПдан жаңағыдай счет алу керек. Жаңағы 20 сандық счет, ИП счет болу керек. Кез келген банктен барып аша аласыз. Каспий, халық тағы басқа банктерден барып ашасыз. 20 сандықты ашасыз, жаңағы электронный вариантын жаңағы жеке сайтқа енгізесіз. Договор келеді, договорға қол қоясыз, және де бизнес жоспардағы, яғни бизнес планыңыздағы құрал жабдықтар тізімі бар ғой, сіз аламын деген, соны шығарып аласыздар. Шығарып алыңыздар, сол списокте не жазылып тұр, қандай марка, қанша теңге деп жазылып тұр, сол список бойынша сатып аласыздар. Сатып алған кезде міндетті түрде сатушыдан счет фактура, фискальный чек, накладная секілді түрлі осындай дәлелдейтін құжаттарды алуыңыз, сұрауыңыз міндетті. Егер ондай чек, ондай ештеңе бере алмаймын десе, онда ол жерден алмағаныңыз дұрыс болады. Ақшаны тек заңды мақсатта пайдалану керек, яғни бизнес планда сіз сиыр аламын деп көрсетсеңіз, онда сіз оған сиыр алуыңыз керек болады. Қой немесе алуға болмайды. Менде болды ондай бір ситуация. Менің көмектескен клиентім емес, сырттан осындай маған соттан хабар келіп тұр деп менен кеңес сұраған кісі болды. Соттан хабар келіп тұр, маған ақшаны қайтар деген не себепті деп едім. Мен грант бойынша түйеқұс сатып аламын деп грант ұтқан, бірақ ол ақшаға түйеқұс алмаған. Тексеріп үйіне келген кезде үйіндегі 2-3 сиырын көрсетіп, грант қаражатына түйеқұстарым өліп қалды, оның орнына осындай сиыр алдым деген. Олай болмайды. Бизнес планда не көрсеттіңіз, соны аласыз. Комиссия мүшелері келгенде сол затыңыз үйде болуы керек. Үйде немесе жаңағы орталықта, Келесі, есеп беру ережелері. Чектің бәрін сақтайсыз, фото, видео, дәлелдер отчетқа енгізесіздер. Тауарларды алғаннан кейін комиссия қабылдайды, яғни сізге бір жылда 4 отчет тапсырасыз ғой, 3 ай сайын. Бірінші отчетта чек, жаңағы счет фактура дәлелдейтін құжаттармен сатып алған құралдарыңыздың фотосын өткізесіздер. Және де сол бірінші отчетты тапсырғаннан кейін оны қабылдап алу үшін комиссия мүшелері келіп бір көріп тексеріп, сосын барып бірінші отчетыңызды қабылдап жатады. Сосын салық органдарына есеп, яғни ИП-ның отчеттарында тапсырып отыруыңыз керек, және 12 ай бойы бизнес жұмыс жасап тұруы керек. Яғни ай сайын пенсионкалары құйылып, жұмыс жасап, жаңағыдай зат сатсаңыз немесе қызмет көрсетсеңіз, чек беруіңіз керек клиенттерге. Ол үшін жаңағы Каспий Пэй немесе Рекасса секілді кассовый аппараттарды қолдануға болады. Жұмыс орындарын ашу міндетті болса, орындау керек. Яғни сіздің бизнес планыңызда жұмысшы аламын, 1 жұмысшы, 2 жұмысшы деген секілді көрсеткен болсаңыз, ол грантты өтеу жылында сіз міндетті түрде жұмысшы алуыңыз керек. Заңды түрде еңбек шартын енгізіп, ол жұмысшыға айлық тағайындап беріп отыруыңыз керек, және оны есепте көрсетуіңіз керек болады. Жиі кездесетін 5 қателік. Келісім шартсыз сатып алу, жоспардағы тізімді өзгерту, құжаттарды жоғалту, яғни жаңағы мен атап өтіп кеткендей, чек, счет фактура бермесе алуға болмайды ол затты. Сосын жоспардағы тізімді өзгерту, яғни бизнес пландағы марка болмай қалса, немесе бизнес пландағы зат болмай қалса, оның орнына басқа зат сатып алып, менде бұл зат бар еді, мен орнына мынандай алдым деуге болмайды. Бизнес планда қандай зат тұр, сол затты сатып алуыңыз керек, сатып алам деген списокта. Сондықтан мысалы сіз бұл затты өзгерткіңіз келмесе, қорғауға барардан алдын негізі бизнес планда өзіңіз нақты алуыңыз керек құрал жабдықты жазып барғаныңыз дұрыс болады. Сосын егер де ол таныстарыңыз, ендігіде қатысатын таныстарыңызға солай кеңес айтсаңыз болады. Құжаттарды жоғалту, яғни алған чек, счет фактуралардың бәрін сақтағаныңыз дұрыс болады. Сосын жабдықтарды өз атына емес, басқа адамға алу, яғни сіз құрал жабдықтарды сатып алған кезде договор жасаса, купли-продажа жасалады, сол кезде оның барлығын өзіңіздің ИП-іңізға жасау керек. Яғни счет фактура, накладнаяларда сіздің аты жөніңіз, сіздің ИН-іңіз және сіздің ИП-іңіздің атауы жазылған болу керек. Басқа бір адамның, туысқандарыңыздың ИП-сына жазуға болмайды. Сосын жұмысқа орналасуға болмайды. Грантты 4 отчеты біткенше, яғни 12 ай, 1 жылда сіз басқа жұмыс орындарға отыруға болмайды. Яғни өзіңіздің ИП-іңізден басқа жерден пенсионка түсіп отыруға да болмайды деген сөз. Сосын тексеру болса, инспекция кез келген уақытта келуі мүмкін, ол келіп сізге алдын ала хабарласып айтуы мүмкін. Біз осындай уақытта ертең немесе бірсі күні сізге барамыз деп айтады. Олар келгенде не істейді? Сіздегі бизнес пландағы жазылған, чектегі жазылған заттарыңыз сізде түгел ме? Соны қарайды. Жабдықтың орнында болуы керек, яғни бизнес жұмыс істеп тұруы тиіс, яғни сіздер алып оны сақтап қоймайсыз, құрал жабдықтармен жұмыс жасап жатқан болуыңыз керек. Құжаттар папкаға жиналып тұру керек. Ең бастысы қорықпау. Бәрі құжатпен дұрыс болса, онда проблема болмайды. Қорқудың қажеті жоқ. Комиссия мүшелерінен сізде затыңыз түгел, чегіңіз түгел болса, онда ештеңеден қорқудың қажеті жоқ. Келеді, көреді, жұмыс істеп жатсыз, чегіңіз бар, заттарыңыз түгел болса болды. Жалпы грант алу тек бастамасы, ең маңыздысы оны дұрыс игеру керек, яғни 4 отчеттан кейін сіз бизнес грантты игерген болып саналасыз, және де ары қарай өзіңіз білесіз, енді жұмыс жасасаңыз да, егер банкрот болып жатсаңыз, жұмысты тоқтатсаңыз да, оны грант қаражатын қайтармайсыз. Ең бастысы 4 отчет толық тапсырылғанша сіздің жұмысыңыз жүріп тұрған болуы керек. Комментарийға сұрақтарыңызды қалдырыңыздар, және қандай сұрақтар сізді мазалайды, осы грантты ұтып алған кісілер сіздерге пайдалы ақпарат болды ма? Жалпы өз ойларыңызды білдіріп, маған видеоға қолдау білдіріп кетсеңіздер, подписка және лайк басуды ұмытпаңыздар.